Қазақ тілі бірлігіміз үшін, ал моңғол тілі тірлігіміз үшін. Бұл Моңғолия президенті Халтмаагийн Баттулганның кеңесшісі Жандос Шәріпұлының пікірі. Жаңа сайланған президенттің кеңесшісі Моңғолия мемлекетінің экономикалық тұрғыдан дамуына зор мүмкіндік бар деп отыр. Оның есебінше бұл елдегі жан басына шаққандағы табыс 9000 ақш долларына тең. Жемқорлықты жойып, адамдардың сол қаржыға тең дәрежеде қол жеткізуіне жағдай жасау басты міндетіміз, дейді Жандос. Моңғолияның демократиялық мемлекет құрғанына биыл 28 жыл. Тіршілігі нарықтық экономикаға сүйенген. Бұл Моңғолия президенті Халтмаагийн Баттулганның кеңесшісі Жандос Шәріпұлының пікірі. Саясатта жас болсақ та, ойлап отырсам 10 жыл жүріппін. Мектеп бітіргеннен бастап жаңа қоғамдық қандай бір шаруаларға белсенді қатыстық. Халықтың құқығын қорғау жайында, әділеттік қоғамды құру жайында өз жаңағы үнімізді айтып, осы саясатта белсенді жүрдік. Сол бойынша Моңғолия мемлекеті, Моңғолия үкіметі тағы бір жүкті арқалатып отыр деп есептеп отырмыз. Моңғолияда халық саны 3 миллионнан сәл асады. Оның 6%-ға жуығы қазақтар. Өзге ұлт өкілдерінің білім алып қызмет етуіне еш кедергі жоқ, дейді Жандос. Моңғол тілін білу міндет емес. Байын-өлгедегі орта мектептер 6 сыныпқа дейін қазақ тілінде білім береді. Одан кейінгі оқу моңғол тілінде жалғасады. Нарықтық қоғамның басты шарты бәсекеге төтеп беру. Сол бәсекеге дайын болу үшін біз моңғол тілін үйренеміз, дейді кеңесші. Қазақ тілі өзіміздің жаңағы бірлігіміз үшін. Моңғол тілі тірлігіміз үшін. Оқтыңыз ба, осы жағдайдан болып біз екі тілді қос дәрежеде алып жүруіміз керек. Қос дәрежеде. Егер моңғол тілді меңгермеген адам жаңағы Астанаға келіп әсіресе жұмыс жасап, қоғамның жаңағы егжей-тегжейіндегі қандай бір мәселеге араласуы өте қиынға соғады. Президент кеңесшісі Жандос Шәріпұл екі ел арасындағы байланыстың беки түсеріне сенімді. Ал азаматтық тұрғыдан атамекен қазақ елінің одан әрі өркендей беруіне шын тілеулес. Қазақстан Республикасы егемендікті алғаннан бері өзіміз жаңағы қуанып жүреміз. Атамекен қазақ ел болды, етегін жинады, есін жинады деп. Осы жағдай енді ұзағынан сүйіндірсін. Ғабит Бөкенбай, Еркінжан Керімжан, Моңғолия астанасы Улан Батырдан, ұлттық арна.